Сәлем, құрметті оқушы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жасыңыз нешеде және грамматикалық тақырып жұрнақ пен жалғау туралы сіздермен бүгін ақпарат алатын боламыз. Жалпы жұрнақ дегеніміз не, жалғау дегеніміз не, бірінші ажыратып алайық, иә? Қосымша жалпы екіге бөлінеді. Оны біз жұрнақ және жалғау деп айтамыз. Сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаны бізде жұрнақ деп айтады. Жұрнақтың белгісі сіздерде экранда көрсетілген үшбұрыш, иә. Мысалы, футбол, футболшы, оқу, оқулық деген сияқты, яғни сөздің мағынасы жұрнақ жалғану арқылы өзгереді екен. Келесі жалғау. Жалғау бізде сөзбен сөзді байланыстыратын қосымшаны біз жалғау деп айтамыз. Жалғаудың белгісі сіздерде көрсетілген төртбұрыш белгісі. Мысалы, футболды оқуға, анаммен, кітаптан деген сияқты мысалдарды жатқыза аламыз. Келесі тапсырманы мұқият орындап көрейік. Бұл жерде түбір, жұрнақ, жалғау сызбасына сәйкес мысалдарды жазуымыз қажет. Бұл жерде ш, ш, лық, лік қосымшаларын қосу арқылы жаңа сөз жасаймыз. Бұл қандай қосымшалар екенін анықтаймыз. д-ді, н-ні қосымшаларын қосу арқылы сөздерді жазамыз. Және бұл қандай қосымшалар, соны анықтаймыз. Бірінші бізде ш, ш, лық, лік қосымшалары қандай қосымша екенін анықтауымыз қажет, иә? Біз жаңа айттық, қосымша екіге бөлінеді, жұрнақ және жалғау деп. Жұрнақ ол сөздің мағынасын өзгертеді, ал жалғау болса сөзбен сөзді байланыстыру мағынасында қолданылады екен. Яғни бізде ш, ш, лық, лік қосымшалары жұрнақ болады, ол сөзді түрлендіріп тұр. Мысалы, оқу, оқушы, балық, балықшы деген сөздерде сөздің мағынасы өзгеріп тұр екен. Келесі, д-ті, н-ні қосымшаларын қосу арқылы жаңа сөз жасауымыз қажет. Және бұл қандай қосымшалар? Яғни д-ті, н-ні қосымшалары кімді, нені деген сұрақтарға жауап беретін жалғау мағынасында қолданылады екен. Яғни белгілі бір сөзбен екінші сөзді байланыстыру үшін қолданылады. Мысалы, арманды, кімді, анамды деген сияқты мысалдарды келтіре аламыз. Келесі, бүгінгі біздің сабағымызға байланысты жаңа сөздермен танысайық. Бүгінгі біздің сабағымыз тақырыбы, естеріңізге сала кетейік, жасыңыз нешеде деп аталады. Жаңа сөздер: нешедесің, жетідемін, сегіздемін және жақсы көремін деген сөздер. Сөздердің дыбысталуына назар аударайық. Бұл жерде алтыдамын, жетідемін, сен нешедесің? Яғни дыбыстау жүктелу мағынасында қолданылып тұр екен. Келесі, мұқият берілген сөздерді мұқият оқимыз. Бұл жерде мен жетідемін, мен бірінші сыныпта оқимын, мен қуыршақты жақсы көремін, мен сегіздемін, мен екінші сыныпта оқимын, мен спортты жақсы көремін. Суретке қарап әңгіме құрастырайық. Бұл жерде менің атым Жібек, менің жасым 8-де дейді. Менің атым Самат, менің жасым 9-да. Менің атым Айдос, менің жасым 8-де. Ал сіздің атыңыз кім? Және сіздің жасыңыз нешеде? Жақсы, өте керемет. Енді келесі тапсырма. Сөйлемдерді толықтырып жазу керек. Яғни санмен берілген сөйлемдерді толық сөздермен жазуымыз қажет. Бұл жерде мен 9-дамын, менде бір доп бар, мен 6-дамын, маған 2 кітап сыйлады, мен 8-демін, менің 2 аюым бар деген сөйлемдер көрсетілген. Бұл сөйлемдерді біз берілген цифраларды, сандарды сөз арқылы жазуымыз қажет. Тапсырманы орындауға 30 секунд уақыт беріледі. Жақсы, тапсырманы тексерейік, иә? Мен 9-дамын, менде бір доп бар. Мен
6-дамын. Маған 2 кітап сыйлады. Мен 8-демін. Менің 2 аюым бар. Бәрекелді, тапсырманы барлығымыз дұрыс орындадық, я? Енді берілген мәтінмен мұқият танысайық және мәтіндегі сан есімдерді анықтайық. Сан есім дегеніміз заттың санын, ретін білдіріп, қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы екенін естеріңізге сала кетейін. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Менің жасым 11-де. Мен сәнді киінгенді жақсы көремін. Ал менің анам педагог. Анамның жасы 40-та. Менің көршім 2-де кісі. Оның жасы 80-де. Бұл жерде 2-де деген үлкен деген мағынаны білдіреді. Яғни сіздерге тапсырма мәтіндегі сан есімдерді анықтауымыз қажет. Тапсырманы орындауға 20 секунд уақыт беріледі. Жақсы, уақыт аяқталды. Енді бірге талдайық, я? Менің жасым 11-де. Бірінші сөйлемде бізде сан есім, сұрақтарын тағы да есімізге салайық. Қанша, неше, нешінші, я? Менің жасым нешеде? 11-де. Бізде 11 сан есім, я? Мен сәнді киінгенді жақсы көремін. Бұл сөйлемде бізде қанша, неше, нешінші деген сұраққа жауап беретін сөз немесе сөз тіркесі бар ма? Я, дұрыс айтасыз. Бұл сөйлемде бізде сан есім жоқ екен. Келесі үшінші сөйлем. Ал менің анам педагог. Дұрыс айтасыздар. Бұл сөйлемде де бізде сан есім жоқ. Келесі сөйлем. Анамның жасы 40-та. Анамның жасы нешеде? 40-та. Бізде 40 деген сан есім, я? Менің көршім 2-де кісі. Сан есімнің сұрағына жауап беретін бұл жерде сөз немесе сөз тіркесі бар ма? Я, бұл жерде ешқандай сөз немесе сөз тіркесі жоқ екен. Келесі. Оның жасы 80-де. Оның жасы нешеде? 80-де. 80 бізде сан есім. Яғни біз мәтін бойынша 3 сан есімді сіздермен анықтадық. Келесі диалог құрып, сөйлемдерді толықтыруымыз қажет. Яғни көптікте қойылған сөйлемдердің орнын толықтыру керек. Бұл жерде сәлем, қалың, менің атым, менің жасым, мен шұғылданғанды ұнатамын. Сенің атың, сенің жасың, сен немен шұғылданғанды деген сөйлемдерді толықтыру қажет. Тапсырманы орындауға 40 секунд уақыт беріледі. Жақсы, сіздермен тапсырманы орындауды аяқтадық. Енді жауабымызды тексерейік. Бұл жерде сәлем, қалың қалай? Менің атым Айдар. Менің жасым 8-де. Мен спортпен шұғылданғанды ұнатамын. Сенің атың кім? Сенің жасың нешеде? Сен немен шұғылданғанды ұнатасың деп берілген диалогты біз осылай толықтыра аламыз. Енді сіздермен 10 қадам әдісі арқылы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мен сіздерге сұрақ қоямын, ал сіздер ауызша жауап берулеріңіз қажет. Бірінші сұрақ. Сенің атың кім? Екінші сұрақ. Сен неше жастасың? Үшінші сұрақ. Сен футбол ойнайсың ба? Төртінші сұрақ. Сенің ағаң бар ма? Бесінші сұрақ. Сенің қарындасың қай сыныпта оқиды? Алтыншы сұрақ.
сенің досың бар ма? 7-ші сұрақ, досың қандай бала? 8-ші сұрақ, өшіргіш не үшін керек? 9-ші сұрақ, сен суретті немен саласың? Я, өте керемет. Және ең соңғы сұрақ, қалам не үшін қажет? Бәрекелді балалар, барлық сұраққа сіздермен белсенді жауап бердік. Жалпы бүгін біз сіздермен менің жасым нешеде және жұрнақ дегеніміз не, жалғау дегеніміз не, қосымшаның екі түрі болатындығы туралы ақпарат аяқталдық. Бүгінге біздің сабағымыз аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.